Қадірлі достар, бүгін бізде шахмат турнирінің бірінші күні. Негізі шахмат 3 жаста менің әкеме үйреткен. Сосын әрі қарай өзінің кітаптары оқып, әртүрлі есептер шығарып, және де жарыстарға қатысып, осы деңгейге дейін жеттім. Шахмат сізге несіне қызықты? Негізі шахмат ойыны интеллектуалды ойын. Осы ойлауға болады, әртүрлі стратегия ұйымдастыруға болады. Кейбір комбинация арқылы қарсыласты таныс не арқылы жейді. Негізі шахматта мен жұмыс жасаймын. Осы 2018 жылдан бастап көптеген балаларды үйретіп жатырмын. Жастар негізі 5 жастан басталады. Қазір ең үлкен бала ол 16 жас. Қазір карантинға байланысты мен онлайн түрінде үйретіп жатырмын. Осы Zoom арқылы. Негізі қызығушылық деген өзімде ойнаймын. Өзімде жарыстарға қатысып, көптеген жарыстарға қатысып, көп медальдерді жинадым. Негізі бүгін турнир өте қызық болып жатыр. Өйткені балалар кейбір негізі балалар ешкім ұтылғысы келіп тұрған жоқ. Өйткені 20 қатысушы бар. Бірақ 20 қатысушы болғанымен бірақ бірінші орын алады. Сол балалар ұмтылып жатыр. Әр пешкаға, әр клеткаға қатысып жатыр. Және де ешкім де ұтылғысы келіп тұрған жоқ. Сен шахматқа қандай қызығушылығың бар? Ең бірінші қызығушылығым менің 4 жаста болды, себебі 4 жаста әкем мені шахматқа үйретті. Содан кейін 2018-де мен шахмат үйретті. Осыған дейін қанша жүлделер алдым? 2019-да қыздар арасынан бірінші орын алдым. Сәлем, менің есімім Али. Шахматқа қандай қызығушылық бар? Мен шахматқа ақылы болу үшін барамын. Несімен айтсам? Мұнда үш бала ойнауға болады. Шахмат ақылға өте пайдалы.